төртінші мәселе жаңағы үш тұғырлы тіл деген. Бұл тіл үш тұғырлы тілге жаңа қолдайын деп отыр профессор. Мен өзім артық күліп қараймын. Неге? Халықтың, адамның бәрі тіл қабылдауға полиглот емес табиғатынан. Менің орыс көршілерім бар, олар айтады, мен орыс тілінен басқа тіл керек жоқ. Мен сөйлей алмай, келтіре алмаймын, ағылшынды да басқанды. Біз санасуымыз керек. Біз мына зиялы қауым жоғары деңгейде емес, жаңа қарапайым бұқараның деңгейіне де бір сәт түсіп көру керек. Сондықтан кейбір тілге қабілеті жоқ, табиғи түрде қабілеті жоқ адамдар бар. Кінәлауға болмайды олар. Соларды да тұғырып есептеу керек. Мысалы жаңағы төменгі класстардан бастап баланы шетел тілде оқу өте қиын нәрсе. Менің өзімнің ұлым 136 қазақ мектебінде оқыды. 6-шы сыныптан бастап ағылшын тілін үйрене бастады. Шетелде оқыды. Қазір шетелдің журналдарында ағылшын тілде мақала жариялайды. 6-шы сыныптан бастап. Ол бір талантты бала деп айта алмаймын мен өзім болдым, бірақ қабілеті солай алып кетті. Енді бесінші бір мәселе жаңағы мемлекеттің қауіпсіздігі. Патриот болғаннан кейін Қазақстан мемлекет болып қала ма деген нәрседен ойлау керек. Біз мына жолдауды жаман популизм декларация ретінде қабылдамай, нақты жаңағы телефонға айтқандай нақты ұсыныспен шығуымыз керек. Жеке бастың мәселелері басқалары мұндайды кейін сұрап тұрған жөн. Нәбиже мырза айтқандай жаңағы шетел тілінің миссионерлері өкілі. Олар не қылып жүр? Газеттен оқуын тек қана Американың өзі дінді бұзу үшін жылына 43 миллиард доллар ақша жұмсайды. Сол дін арқылы халықты екіге үшке жарып, мына сыналап кіргізіп, Қазақстанның іргетасын шайқалту. Олардың түпкі мақсаты сол, оны ашып айту керек. Діни еркіндікте оны мәймөңкелік етпеу керек. Осындай мәселе күнмен естеймін. Естіп отырсыз ба? Осы патриотизм мәселесі, дін мәселесін зиялы қауым өкілдері бекер шырылдап жүрген жоқ. Оның ар жағында мемлекеттің қауіпсіздігіне төніп тұрған қауіп. Оған шын мәнінде көз ашып қарау керек. Сосын мына сізге көп рахмет. Советхананы сіздерге. Шет тілін білуді, үштілділікті елбасы айтып отыр. Өнер академиясында болған кезде осындай үлкен кісілерді өздерінің пікірлерін айтып, бірінші сыныпта шет тілін оқытудың қажеті жоқ. Орыс тілін оқытудың қажеті жоқ. Тек қана қазақ тілін оқытуларымыз керек деген пікірлер айтылып отыр. Енді оған ата-аналардың, қоғамның сұранысы мүлдем бөлек. Менің өзімнің ойым. Ол шет тілін мектеп оқытпаса, ата-ана бәрібір жан-жақтың бәрін аралап, жеке меншік болса да, бірақ шет тілін анау төменгі класстан бастап оқытатын мектеп іздеп тауып соған барады. Себебі ол қазіргі енді мұқтаждық, необходимость дейді ол. Ол не болған көп тіл білсе, біздің жастарымыздың соғұрлым бай болатын шығар деген ойдамыз біз.